Сәлем достар, біз сіздермен үшбұрыш бисектрисасының қасиетін өтеміз. Бізге кез келген ABC үшбұрышы берілсін. Осы ABC үшбұрышының А төбесінен бисектриса жүргізейік. Бисектриса дегеніміз балалар, осы А төбесіндегі бұрышты теңде екіге бөлетін кесінді. Яғни осы бұрышты өлшеген кезде, бізде теңде екіге бөлген кезде бұрышының градустық өлшемін екіге бөлеміз теңде. Сонда бізде АД бисектрисасы. Енді осы жерде мынандай теорема бар. АД бисектрисасы берілген үшбұрыштағы басқа, осы үшбұрыштың бұрышынан басқа кесілген АВ және АС қабырғаларына пропорционал болатындай ВД-ның ДС-ға бөледі екен. Сонда осы бисектрисада мынандай қасиет шығады. Қабырғалары АВ қабырғасының АС-ға қатынасы тең болады ВД қабырғасының ДС-ға қатынасына. Яғни осы теңдік орындалады. Енді осының орындалатын дәлелдейік. Алдымен бізге АД бисектрисасындағы Д-мен қиылысатындай, АС-ға параллель болатындай бір кесінді жүргізейік. Яғни АС-ға параллель болатындай кесінді. Бұны біз Е деп белгілейік. Яғни Д нүктесінен басталатындай АС параллель ЕД-ға. Енді осы Д нүктесінен бастап АВ-ға параллель болатындай екінші кесіндіміз жүргізейік. АВ-ға параллель болатындай. Бұны F деп белгілейік. Сонда АВ-ға параллель DF. Балалар, бұл жерде байқаса, бисектриса дегеніміз шыққан бұрышты теңде екіге бөлетін. Мына бұрышқа тең болатын. Осы бисектрисасының қасиеті, яғни осы бұрышқа АВ қабырғасына проекциясы ВД-ның, ал АС-ға проекция ДС. Сонда осы АВ қабырғасының АС-ға қатынасы ВД-ның ДС-ға тең екенін дәлелдейміз. Енді осы Д нүктесінен АС-ға параллель болатындай Е-ді жүргіздік және АВ-ға параллель болатындай DF кесіндісін жүргіздік. Сонда балалар бізде АВС үшбұрышына ұқсас тағы екі үшбұрыш алынды. Яғни бұл жерде мына В бұрышы мына В бұрышына тең болады және мына бұрыш мына бұрышқа тең болады. Ал мына екеу АВ мен DF параллель болғандықтан F бұрышы мына бұрышқа тең. Сонда бізде балалар қараңыздар, үш үшбұрыш ұқсас. Яғни қай үшбұрыштар ұқсас екен жазайық. Алдымен үшбұрыш АВС үшбұрышы ұқсас болады үшбұрыш ВЕД-ға. Және бұл жерде АВС үшбұрышына ұқсас екінші үшбұрышымыз DFC үшбұрыш. DFC үшбұрыш ұқсас. Және BED үшбұрышы мен DFC үшбұрыштар да ұқсас болып келеді. Үшбұрыш VED үшбұрышы ұқсас болады үшбұрыш DFC-ға. Бізде балалар мына жерде пайда болды EAFD параллелограммы. Бірақ бұл параллелограмм бізде балалар ромб болып табылады. Себебі мына АД бисектрисасы А және Д бұрышын теңде екіге бөлгендіктен EAFD ромб болады. Жазамыз. EAFD ромб. Ромбтың қасиеті бойынша олардың барлық қабырғасы тең. Яғни бұл жерде EA тең AF-қа және DF тең ED-ға. Ромб. Балалар, бұл жерде BC-ның AC-ға қатынасы пропорционал болады BD-ның ED-ға. Осы қатынас жазайық. BC-ның
АЦ-ға қатынасы тең болады ВД-ның ЕД-ға. Яғни бұл жерде екі үшбұрыш ВАЦ үшбұрышы мен ВЕД үшбұрышы бойынша. Енді екінші үшбұрыш бар тағы да. ВАЦ үшбұрышы мен ДФЦ үшбұрышында да пропорционал орындалады. Яғни ВЦ-ның АВ-ға қатынасы тең болады ДЦ-ның ДФ-ға. Осы қатынас жасайық. БЦ-ның АВ-ға қатынасы тең болады. БЦ-ны жаздық, яғни енді ДЦ-ның ДФ-ке қатынасы. ДЦ-ның ДФ-ке қатынасы. Енді біріншіден бұл жерде пропорционал сәйкес пропорцияны орындасақ, ВЦ-ның ЕД-ға көбейтіндісі ВЦ көбейтілген ЕД тең болады АЦ көбейтілген ВД. Және екінші теңдіктен де шеткі мүшелері мен ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісі тең. ВЦ көбейтілген ДФ тең болады АВ мен ДЦ-ның көбейтіндісі. АВ көбейтілген ДЦ. Бұл жерде балалар ЕД мен ДФ дегеніміз мына ромбтың қабырғасы. Ромбтың қабырғасы бойынша олар өзара тең. Олай болса БЦ көбейтілген ЕД мен және БЦ көбейтілген ДФ ұзындықтар тең. Олай болса теңдіктің екінші жағы да өзара тең деген сөз. Яғни АЦ көбейтілген ВД тең болады АВ көбейтілген ДЦ. Енді бізде берілгені АВ-ның АЦ-ға қатынасы ВД-ның ДЦ-ға қатынасын тең екен. Олай болса балалар АВ-ны қалдырайық. АВ-ны бөліміне АЦ-ны шығарайық. АЦ тең. Мына жақ бөлікте бізде қалады алымында ВД, ДЦ-ны бөліміне шығарамыз. ДЦ. Яғни бізге дәлелдеу керек осы болған. АВ-ның АЦ-ға қатынасы тең ВД-ның ДЦ-ға қатынасына тең екен. Балалар, біз сіздермен үшбұрыш биссектрисасының қасиетін өттік. Келесі сабақта осы тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Ал әзірше сау болыңдар.